біздер қазір бір 24 сағат сары түсті деген видео түсіреміз. Бүгін біз 24 сағат сары түсте деген видео түсіретін боламыз. Алдыңғыда біз ақ түсте деген түсірген болатынбыз, Енді қазір біз магазинге барамыз. Сары түсті киімдер аламыз. Одан кейін жейтін заттар аламыз, сары түсті, и ойыншықтар аламыз, Бүгін күні бойына сап-сары болып жүреміз. Бүгінгі видео өте қызықты болады. Давай кеттік. Лайк басуды да және ұмытпаңдар. Біз жаңағы сары киім алуға келдік. Ботаның сары футболкасы жоқ екен, барлығы розовый, ақ, сондай көп екен да. Розовый, қызыл ала бергенбіз ғой. Ақбота футболка көрейік ана жақтардан. Футболка, нешерден көрдім мен сары футболка. Сол сары футболкалардан көрейік. Тоқта, алдын көрсетші. Еш нәрсесі жоқ. Әдемі, жаңа сурет еш нәрсесі жоқ. Әдемі сары футболка екен. Бұл 10 жас дейді Ақбота, бұл ше саған үлкен болады. 10 жас дейді. Қанша жасымен? Кәне маған қара. Осы кішкентай футболка, тағай сары футболка табылды Ботанайға. Абодогын шешіп тастаймыз. Ақа бодогты сары футболканы киіп көр кәне. Қара маған. Мінекей Ботанайдың футболкасы өзіне әдемі тұра қалды, Сап-сары әдемі жарасады екен болса, сары киім мүлде алмайды екенбіз. Жүр, ана жақтарды көрейік. Енді спортивка ма, или шалбар ма, сондай нәрсе көрейік. Араға жатпайды, қоңыр болып кетеді. Осы түрінен бар. И сосын мына бір расцветкалар ғой, сары түсі жоқ екен бүгін Ботанай. Біз Констафа сататын жерге келді. Қазір біраз заттар аламыз бұндан. Жерде сары түстер өте көп кездесең, сары блокнот бар ма? Көрші. Блокноттың мынандай түрі бар екен. Сарыға жатпайды ғана қарсы. Сары керек бізге. Мынау көк. Сары невзимка аламын дейді. Мынандай невзимка түрі бар екен. И сосын мынандай резина түрі бар екен Ақбота. Резина мана, резина болса керек. Невзимка аласың ба, сары невзимка? Давай, сары невзимканы алып шашына тағып алайық. Сары невзимка алды Ботанай. Біз осында іздеп жүрген болатын бізде. Кәне, көрсетші. Сап-сары. Сап-сары, как раз сап-сары біз тауып алды. Бұны тек қана сарысын ғана жапсырамыз ғой, Мынау артында осындай бисері болады. Осыны алып, карандашпен. Карандашпен жапсырамыз. Өзінің ручкасымен, Өзінің ручкасымен алып, тек қана сарылап жапсырамыз. Одан кейін басқа қалатып жасаймыз, Давай осыны іздеп, біраз жерге кірдік, Осы күшті нәрсе екен. Давай, ұста. Әдемі қып жапсырамыз. Тағы не бар не жерде. Міне біздің Ботанай осы сары суды таңдады, мохито. Еще мынандай несімен, трубочкасымен бар екен, Машта. Такин, енді не алсақ? Мынаяқта көк, розовый. Сап-сарынан деп бар екен. Бірақ бұның ішінен сюрприз шықпайды ғой. Ішінен сюрприз шығатын біреуін алайықшы. Не сап-сары? Сары ма? Мынаны сарыға жатқызамыз ба? Сарыға жатқызайық екен. Сары жазуы бар. Ішіндегі де жейтін нәрсе сары ғой, айтпақшы. Ішіндегі де жейтін нәрсе сары. Давай не істейсің? Кез келген біреусін таңда. Соны ішіндегі сары екен ғой. Или розовыйды болмаса. Осы ма? Осыны аласың ба? Осыны ал. Осыны алайық. Сырты розовый болғанмен, ішіндегі жейтін заты сары, Сары кукуруз шығады ішінен. Осыны алайық. Давай, мына жерде бізде сары түсте салфетка аламыз дейді. Такразия күшті сары түсі, сары екен. Осы түсті аламыз. Неде кеткен басқа түстер де бар екен, Ақ түс. Давай, осыны алып ал. Сары орбит ба?
мына сарыға жата ма? Ашық сары, осындай орбит бар екен, иә? Осы түсінен аламыз ба? Давай, осы түсінен алайық. Міне сары түске біз осы ойыншықтап жатырмыз. Бүйтеді қара. Мынау бүйтіп тұрады, бүйтіп басқан жеріне алдын бойда бар. Болып түсіндім, иә. Сөйтіп ойнайсыңдар, иә? Давай, осыны алайық сары түске. Ал біз Бота екеуміз үйге келдік. Енді жаңағы алған заттарымызды ашып көретін боламыз, иә? Мінекей алған заттарын ашып қараймыз. Біз осындай іші сары, сырты розы болғанмен дейтін нәрсесі сары деп осы кукурузды алдық. И сосын салфетканы қойсақ невидимка алдық, иә? Ашқында шашыма әдемілеп тағып берем. Алған заттарын Алиханға көрсетіп жатыр. Әкел. Осындай невидимка алған болатынбыз. Енді осыны шашына тағып аламыз. Сонымен сап-сары боласын. Әкел. Ойбай. Әдем екен, е? Иә. Күшті. Әдем жараса салдақ бұтан шашына. Ал енді қалған заттар көреміз. Мынандай айтпақшы, ойнайтын алған едік қой. Ойнайтын болғанда жапсырады, иә? Барлығын жапсырады. Алып, осыны соңында жасаймыз, иә? Бірінші мынаның ішін ашып алайық. Сағызды Алихан саған алдық бұта. Маған еш нәрсе алмапсыңдар деп Алихан ренжіп отыр. Маған сағыз алды. Тоқта, мынаның ішіне шашайық. Тоқта. Тоқта, ішіне төк. Шықты ма бір нәрсе? Ешер шықпады ма? Спасибо. Кішкентай зат болды, ішінде жоқ па деп қалдым мен де бәрін төккенге көрінбегенге ше. Алихан қайықтан да алады. Ашып көрші. Күшті зат шыққан сияқты. Сөз бар апшы. Кән. Мама сағыз берейін ба? Мынандай кемпір қосақ па бұл? Мама? Кемпір қосақ. Осындай жүзік шықты. Жібер Алихан. Қолыңа тақып көрші. Қай саусағыңа сияды. Сап-сары екен. Ақбота осындайларға өте құмар. Жүзік, алқа, қолға тағатын браслет дегендерге құмар. Сондай, иә. Өзіне әдемі жараса кетті. Сап-сары болды ғой. Сап-сары. Как раз сарысы шыққан, иә? Как раз сарысы көп екен. Өзінің киіміне бүгінгі челленджге сәйкес сап-сары жүзік шықты осындай. Бота ойыншығыңды ашып көрейік та мынау. Осыны ашып көрейік. Одан кейін ары қарай жасайтын боламыз. Ішінде бистер ғой, бистерлерін алып қазір мәжілді жапсырады. Сен қазір тек қана сарыны жапсырасың, Бота не білесің ба? Сары түстерді ғана жапсырады Ақбота. Бит жаз қойыпты мына жерге. Бір дейді. Бір деген қызыл деген сөз екен Ақбота. Жоқ, сен қазір қызыл емес қой, сенікі сары ғой, сары түсті. Сол үшін сары қанша? Сары 2, 3 деп мына жерде. 2 мына жерде қарасай. 2 оның көздерін айналасына жапсырасың қараны. Мына жерде 3 деген сары екен. Сарыны осылай цифра арқылы беріледі екен. Сол бойынша тауып жапсырсаң, тура осындай әдемі жаңағы моншақтан жасалған сурет шығады екен. Бисерді біртіндеп алып жапсырады ғой, иә? Ананың ішіне құяды. Клейді ма? Не құяды бұның ішіне? Анандай бисер. Бисерді құяды. Өзі жапса бере ма? Көрші. Күшті нәрсе екен, е бір. Андай баланың мен дамытуға деген күшті нәрсе екен. Сарысы таптым. Мінекей Ботаға ашып бердім. Енді осыны төгейік мынаның ішіне. Енді осыны алып жапсыра береміз. Сонда клей жоқ бола ма бұл сонда Ақбота? Өзі жапсады ғой. Өзі жапса бере ма? Мен клей болады деп ойлап тұрмын оны. Давай көрші.
біз мынаның үстіне жабыспайды ғой деп жабыстырмай отырсақ, сөйтсек тағы бір пленкасы қосқан. Тоқта, ай, қолың жабысады. Бүйтесің Ақбота, қазір нан жасайын деп жатсың ба? Нан жаса да қазір. Осы бетті ғана ашып, нан жауып қоймасаң жабысып қалады наның үстіне ше. Ботаның бүйтесің ғой. Әлихан ұстай бермей жабысып қалды. Нан бүйтесің. Қайшымен не жерді қырып аламыз. Қара, не жерге дейін қырып аламыз да қайшымен. Одан кейін жасайтын жеріміз ғана ашпасақ, нан бәрі қолың жабысып қалатын сияқты онаған. Неке ботаға мынаны алып бердім. Енді өз қолға да жабысқақ, сондай бисерде әдемі жабыстырып алады екен, я. Ешқандай клейдің де қажеті жоқ екен. Мен өзінің клей бар болатын шығар деп клейін іздеп жатсам, жоқ, күшті нәрсе екен. Тек қана сарыны ғана жабыстырып шығасын. Одан кейін бүгінше сарыны ғана жабыстырасың, одан кейін басқа түстерді жабыстырып жасай бересің, я. Керемет зат екен. Мінеки. Мен де істеймін. Осай қойып отыр. Өзі жабысқап отыр. Мен де істеймін. Ручкасымен қазір істейсің әлі көш. Ручкасымен осылай ғана алады екен да. Үстіне Мен мынаны жасаймын, мама. Мама. Күшті ұнап тұрмаған ше. Мынау керемет нәрсе ғой, е? Мама, мына істеймін. Я, сен де істейсің. Әлихан да қызығып тұр мына жерде мен де істейші деп. Қазір бірінші Ақбота жасавасын дедім. Қалым. Наклею. Мінеки біздің ботада бітті. Біздің Әлихан тынымсыз бір Ақбота отырған жерінде отырып жасады, әдем етіп. Әлихан деген 10 рет тұрып, 10 рет отқан шығар. Мінеки қараңыздар, осындай болып шықты. Күшті болып. Тек қана бұл жерде бізде сары түс болғандықтан сары түсін ғана жапсырды. Негізі мына жерге қызыл түсін, мынандай түстерді жапсыратын болсақ, көк түстерін өте әдемі болып шығады. Бұны енді әрі қарай келесі челлендждерде әрі қарай жасап көрсететін боламыз. Пока біз сары түстері ғана жапсырдық. Осындай әдемі болып жапсырса вообще күшті болады екен. Енді біз қазір мынау жаңағы сатып алған затымызбен ойнайтын боламыз. Екеуі кезектесіп жасайтын болады. Сразу сен қолыңды тістетіп алмау керексің. Сразу бейт басып қолың тартып қалу керексің да. Тартып қал Әлихан қолыңды. Тартып тістетіп алмау керек қолдарын. Әлихан құтып кетті Ақбота. Вот істеймін. Ауырам екен? Ауырмайды. Ауырмайды. Істемеді да. Давай. Бір-біреуден Ақбота, бірінші сен. Әлихан, сен. Әлихан. Ақбота. Әлихан. Мен соңғы. Мен соңғы. Әлиханды 2 рет істеп алды, Ақботаның жол болғыш екен. Тағы 3-ші соңғы рет ойнап жіберейік екен. Әлихан. Біреу ма? Әлихан. 3 рет ойнады. 3-шеуінде де Әлиханды тістеді. Әлихан ұсталып қалды. Ақбота құтылып кетті. Ал осымен біздің видеомыз аяқталды. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.